Сәлем достар, барлықтарыңызға. Мен Бұлбұл Естілеу, таргетологпын. Өз каналымда таргетке қатысты құнды ақпараттарды тегін бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Бүгінгі сіздерге айтатын, бөлісетін пайдалы ақпаратым өтімді креативті қалай дайындаймыз және оның дайындау жолдары. Біз таргетті білгеннен кейін таргетолог міндетті түрде креатив дайындайды. Сол уақытта сіздің таргетіңіздің 80% рөлді өтімді болуы бұл креативке байланысты. Ал біз өтімді креативті қалай дайындауымыз қажет және оның басты ережелері қандай, қазір сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Өтімді креативті дайындау барысында ең басты ескерілетін дүние бұл бізде оффер, яғни біздің клиенттерге көрінетін бас тарта алмайтын ұсынысымыз. Қандай ұсыныс, яғни сіздің офферіңіз өте өтімді болса, мықты болса, жақсы результат алып келуге болады. Одан кейін әрине бізде өтімді макеттің дизайны, яғни дизайныңыз дұрыс болу керек. Видеоның соңында қандай приложениелер арқылы біз өтімді дизайндарды жасайтын боламыз, сол жөнінде айтатын болам. Келесі бізде үшінші CTA, яғни әрекетке шақыру, бұл бізде де өте үлкен рөл атқарады. Сіздің креативіңіз барысында клиентті белгілі бір әрекетке шақыратындай сөздер болуы маңызды. Одан кейін сапа, мен көп байқаймын, таргетологтар таргетті шығарған уақытта фотоға, видеоға мән бермейді, яғни сапаның дұрыс еместігі. Бұл да біздің клиент алып келуімізге өзіндік кесірін тигізеді, яғни бюджетіміз босқа кетеді. Сапасыз видео, сапасыз жазылған тексттер, дұрыс орналаспаған шрифттер барлығы бізде клиентімізге, яғни бюджетімізді босқа жіберетін боламыз. Сол себептен де барлығында назар аударуды басты назарға алыңыз. Сапалы видеоның, сапалы фотоның болуы, бұны бізге беретін әрине клиент өзінің проектісі жөнінде фото, видеоны жіберген уақытта сапалы болуын міндетті түрде бақылаңыз. Яғни телеграмға алдыртып алсаңыз болады, файл форматта. WhatsAppқа жіберсеңіз, білесіз, сапасы құртылады. Жарнамадағы креатив сапалы болған сайын бізде CTR жоғары болады. CTR дегеніміз креативтің өтімділігі бірден төмен болса, біз уже білуіміз керек, креативіміз өтпей тұрғанын ауыстыруымыз қажет екен, сапасына мән беруіміз қажет екен. Яғни біз CTR арқылы білеміз. CTR дегеніміз не, қай жақта болады, қай жерде болады, оның барлығын алдағы таңда сіздерге тегін каналында бөлісетін боламын. Әрі қарай бізде өтімділікті арттыру үшін триггерлер қолдануымыз керек. Одан кейін аудиторияның больдері арқылы бір-екі мысал келтіріп өтейін. Мысалға, салмағы көп адамдар болса, ол арықтағысы келеді. Аудитория, белгілі бір аудиторияның больдары арқылы офферді жасаңыз болады. Одан кейін тағы бір уақыттың шектеулілігі, яғни 15 мен мысалы 25 аралығында бізде мұнша пайыз жеңілдік болады, яғни соған үлгеріп қалыңыз деген секілді, яғни адамды уақытпен қысу. Одан кейін жеңілдіктер, қандай жеңілдіктер бар? Мысалы, 2 киім алсаңыз, үшіншісіне 50% жеңілдік деген секілді. Мысалға, таргетологтардың өзі жасып жатады, 2 күн услугамды алсаңыз, 3-ші күні тегін жасап берем деген секілді. Сол секілді белгілі бір жеңілдіктер креативте болуы қажет. Одан кейін результат арқылы, бұл жерде после қандай результат болып жатыр, соны офферіңізде, креативіңізде соны бөліссеңіз болады. Бұл бізде өтімділікті арттыру үшін тек қана бір 5 түрімен бөлістім сіздерге. Одан кейін әрі қарай бізде текст, бізде көп байқаймын креативтер барысында, яғни текстті өте көп қолданады және де тексттердің орналасу барысы дұрыс болмайды. Негізінде максимум 2 шрифтті ғана қолдану қажет. Яғни креатив барысында, дайындау барысында осыны байқаңыз, назарға алыңыз. Мен көп жағдайда курсивпен қолданғанды жөн көрмеймін. Сол себептен де тек қана 2 шрифтпен оқуға ыңғайлы. Себебі сіздің рекламаңыз клиент жай ғана Инстаграмда ақтарып отырған кезде алдынан сіздің рекламаңыз көрінген уақытта, яғни көзге түсінікті болуы қажет. Және де 20% ғана шрифтпен, яғни 20% ғана текст болғаны дұрыс. Неңізде, креативіңізде, яғни толтырып сөздер жазып қойсаңыз да, ол адамдар оны мүлде оқымайды және де оқуға да түсініксіз болуы мүмкін. Сол себептен де нақты бас тарта алмайтын ұсынысты жазыңыздар.
Үшінші бізде размерлер, яғни шрифттердің размері өте үлкен, яғни өте ұсақ болмауы керек, адамдарға оқуға түсініксіз болмасын. Соны да басты назарға алғаныңыз жақсы. Келесі, бізде креативті қайда жасаймыз, қай жақта сапалы креативтер дайындауымызға болады. Бұл жерде мен өте көп өзімде қолданған, көп ұсынатын бұл Canva приложениесі өте оңай, қолдануға тиімді, және де өзінің көрсететін дизайндары бар. Тегін түріде про версиясында алып қолдансаңыз болады. Әрі қарай Trello, Suppa, видео формат жасайтын InStories, CapCut, Mojo, VN приложениелерін қолдансаңыз, сізде өте сапалы креативтер болатын болар. Осыларды қолдану арқылы сіз клиентіңізге өте жақсы результатты алып келетін боласыз. CTR жоғары креативтерді дайындайтын боласыз. Бүгінгі видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.